Қазақстан халқының жартысына жуығы Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстары мен Шымкент қаласына тұрады. Бұл аймақтар дәстүрлі түрде жоғары туу көрсеткішімен ерекшеленіп келген. Алайда соңғы жылдары урбанизация, экономикалық факторлар және жастардың ірі қалаларға, әсіресе Алматы және Астанаға көшуі оңтүстіктегі демографиялық өзгерістерге әсер ете бастады. Қазіргі таңда ел халқының 50,6% оңтүстік өңірлерде шоғырланған. Бұл тек географиялық емес, әлеуметтік экономикалық орталықтың да оңтүстікке қарай ойысқанын аңғартады. Ал солтүстік пен батыс аймақтарда тұрғын санының үлесі төмендеуде. 2021 жылдың қаңтар маусымында республика бойынша 216 мыңнан астам сәби дүниеге келсе, 2025 жылдың дәл осы кезеңінде көрсеткіш 161,2 мың, яғни соңғы 4 жылда туу деңгейі шамамен 25%-ға қысқарған. Туу көрсеткішінің төмендеуі әртүрлі проблемаларға байланысты. Жастардың басым бөлігі тұрақты табыспен тұрғын үйсіз отбасын құруға асықпайды. Ипотека, жалдамалы пәтер бағасының өсуі және өмір сүрудің қымбаттауы бала сүюді кейінге сұрудың негізгі себебі. Бұлай жалғаса берсе, халық саны 30 миллионға қашан жетеді? Әрбір 4 жыл сайын 1 миллионға көбейеді екенбіз. Мысалы, қазір біз 2023 жылы бізде халықтың саны 20 миллионға жеткен болатын болса, одан кейінгі кезең енді бізде 24, 25, 26, 27 жылдардың жалпы 28 жылға қарай біз 1 миллионға, 21 миллионға жетеді деген болжам бар. Қазір мысалы 2023 жылы біз 20 миллионға жеткен болатын болса, оған 40 жылды қоссаңыз, былай қарасаңыз, 2063 жылы ғана біз 30 миллионға халқымыздың саны жетеді деп есептейміз. Соңғы 5 жылда некеге тұру жасы орта есеппен 2-3 жылға кешкен. Кейбір жастар ресми некесіз азаматтық түрде өмір сүруді құп көреді. Қоршаған орта, медициналық көмекке қол жеткізу және өмір салты жастардың бала туу мүмкіндігіне әсерін тигізуде. Қалаларда аз бала сапалы өмір деген қағида кең етек жайып келеді. Бұл әсіресе жоғары білімді, мансапқа ұмтылған жастар арасында байқалады. Жастар ойлайды, енді ертең күн бірдеңке болмай жатса, жағдайым болмай жатса, жарайды анау ағам көмектесетін шығар, тәтем көмектесетін шығар деп мысалы. Олар тек қана өзіне сенеді. Сол үшін сөйтіп жүріп, уақытты өткізіп алады. 40-қа келген кезде ұрығы жоқ болуы мүмкін мүлдем мысалы. Өйткені немесе өте аз болуы мүмкін, сапасы төмен. Эконың өзінде нәтиже ала алмауымыз мүмкін мысалы. Қазір көбінесе ел бетін әдемілегенге соған қарай қаражатын салады, соған қарай жаңағы бұрылады. Ал мына ішкі дүниесі өзінің жалпы денсаулығына мән бере бермейді мысалы. Репродуктивтік денсаулығына да, ұрпақты болу денсаулығына. Туу деңгейінің төмендеуі мен ажырасудың көбеюі Қазақстанның болашағына төнген ұзақ мерзімді демографиялық және әлеуметтік сын қатер. Бұл үрдістер тек халық санының азаюына әсер етіп қана қоймай, еліміздің экономикалық дамуының қарқынын бәсеңдетіп, еңбек нарығындағы тұрақтылыққа зиян тигізеді.